Ағымдағы жылдың 16 ақпан күні сағат 15:00-де Қазақстан халқы Ақмола ассамблеясының жанындағы мемлекеттік тілді дамыту және насихаттау орталығының ұйымдастыруымен қоғамдық келісім коммуналдық мемлекеттік мекеме, мәдениет, әдебиет, өнер саласының талантты ұйымдастырушыларының бірі, республиканың көрнекті мемлекет және қоғам қайраткері Темірбек Жүргеновтың 125 жылдығына арналған Көкшетау қаласының мектеп оқушыларының арасында 1001 мақал, 101 жұмбақ атты зияткерлік ойын сайысы өткізілді. Іс-шара Көкшетау қаласының оқушылары арасында Қазақстан халқы ассамблеясының 1000 бала ғылыми ағартушылық жобасын жүзеге асыру аясында өтті. Зияткерлік ойынға 6 топ қатысты. Ойынға қатысушылар таныстыру, мақалшылар сайысы, жұмбақшылар сайысы, кім жүйрік атты 4 кезеңде бақтарын сынады. Бірінші орынды Бурабай тобы Әл-Фараби атындағы IT лицейі, екінші орынды Ерекше тобы Мәміле мемлекеттік тілді дамыту клубының оқушылары, үшінші орынды Кенжі номер 18 мектеп лицей. Қалған 3 топқа білгірлер, ұшқырлар және зейінділер номинациялары берілді. Жеңімпаздар қоғамдық келісім коммуналдық мемлекеттік мекемесі атынан дипломдар мен алғыс хаттармен марапатталды.